Кішкентай ауылдың тіршілігі қарапайым әрі бір-бірімен тығыз байланысты еді. Мұнда бәрі бірін-бірі жақсы танитын, ал жаңалық атаулы ауыл ішіне лезде тарайтын. Әр үйдің өз әңгімесі, өз салты бар, ал бала өткеннің қиялы шексіз еді. Ауылдың шет жағында тұратын бір кісі бар еді. Оны жұрт бұжырбет қасапшы деп атайтын. Бұл адам туралы ересектер көп нәрсе айтпайтын. Тек бұжырбет қасапшы келе жатыр дегенде бізді бірден тып-тыныш күйге түсіретін. Ол қандай адам? Неге бұлай аталған? Бұл сұрақтарды қоя алмадық. Бірақ жүріс-тұрысымызға тыйым салып, бір жерге шоғырланып қалатынымыз анық. Бір күні күндізгі аптап ыстықта ауыл шетіндегі кішкене тоғанға суға түсуге бардық. Жолдың бойында күңгірт үйдің жанынан өтіп бара жатқанда, оның ауласынан ауыр қол арбасын сүйретіп келе жатқан адамды көрдік. Көзімізді шарадай қылып қарап қалдық. Түрі шынымен де сұсты, сақалы өскен, бір көзі сығырайып тұратын. Үстінде ескі қасапшы киімі, қолында үлкен балтасы бар. «Ей, балалар, неге сығалап жүрсіңдер?» деп айқай салды. Бәріміз зәреміз ұшып, тұра қаштық. Сол күннен бастап, бұжырбет қасапшының ауласына жақындаудан қалдық. Кейін үлкендерден сұрағанымызда, ол кісінің ешқандай да жаман ойы жоқ екенін білдік. Шын мәнінде, ол ауылдың малдарын бауыздайтын еңбекқор кісі екен. Ал бетінің бұжырлығы бір кездері кислотадан қалған із екен. Бірақ бұл шындықты білсек те, оның қорқынышты бейнесі біздің есімізде мәңгілікке қалды. Ең өкініштісі, қасапшы ағаның қиын өмірі мен өлімі туралы әкемнің айтқанын естіп, әлі күнге дейін еркек болсам да мал атауына жолауға, союға қорқамын. Бұжырбет қасапшының әңгімесі сол ауылдың ішінде ғана емес, бүкіл адам баласына ой салатын терең тағдыр еді. Ол да біз секілді бала болған. Пәк, ешқандай жамандықты білмейтін, бірақ өмір оның алдынан басқа жол ашты. Әкесінен ерте айрылып, анасының тағдырды жеңуге тырысуы, бірақ жалғыздығы оны қиын шешімдерге итермеледі. Өгей әке үйге келген күннен бастап, балақайдың балалық шағы басқа арнаға бұрылды. Ол енді тек анасының мейірімі мен қамқорлығына ғана емес, өзінің еркіндігін де жоғалтты. Өгей әке мейірімсіз, қатал адам еді. Кішкентай баланың әр қателігі үшін оны жазалап, ауыр сөздер айтып, жүрегін жаралайтын. Байғұс баланың бетіне кислота шашқанда, осы өгей әке еді. Шырылдап жылаған балақайды байғұс ана қорғай алмады. Сол кездері сонда баланы қорлады деп ешбір адам ешкімге шағымданбағанына іштей ашуым келеді. Адамдар надан болғаны ма сонда? Бұл балақайды ауруханаға жатқызғанда, анасы ойнап жүріп кислотаны бетіне төгіп алыпты деген екен. Ол кезде небәрі 10 жастағы бала ғой, өгей әкенің ескі көлігі болған. Соны жөндеп жатқанда бұл баланы жұмсайды. Кілттерді әперуін айтқанда, шатасқан бала басқа құралды берген. Сол үшін ашуланған өгей әке баланың бетіне кислота шашқан екен. Уақыт өте келе, өгей әкесінің ауыр қолынан қалған іздер оның бетінде ғана емес, жан дүниесінде де терең жарақат салды. Бала кезіндегі ашу, реніш және жалғыздық оны басқалардан алшақтатып жіберген екен. Бұл бала содан бері бұжырбет атанды. Бетіне түскен күйік таңбасы оны ауыл балаларынан ерекшелендіріп тұратын. Сол ерекшелік оған маза бермеді. Балалар оны ойындарына қоспайтын. Қашан көрсе де, «Бұжырбет келе жатыр!» деп келеке ететін. Ал оның үйінде жағдай одан бетер қиын еді. Өгей әкесі бұл баланы қатыгездікпен өсірді. Кішкентай ұлдың әрбір қателігіне ауыр жаза қолданып, оны еш себепсіз де жазалаудан танбайтын. Баланың өмірі жұмыс пен қорлыққа толы болды. Ол өгей әкесінен көрген барлық қатыгездікті есінде сақтап,
жүрегінде ауыр жарамен өскенін бір кездері дәлелдеді. Олардың үйінде тауық болатын. Сол тауықтардың жұмыртқасын балапанын үйіндегі иті жеп қойған екен. Сонда өгей әкесі жас баланың көзінше әлгі иттің аяқ-қолын шауып жазалаған. Міне, сол күннен бастап Бұжырбеттің жүрегінде мәңгіге мұздатқан күн болды деп ойлаймын. Өйткені уақыт өте есік алдында жоғалған итті Бұжырбет өгей әкесі секілді жауыздықпен жандарын қинайтын болды. Қансыратып, мойнына жіп байлап, тауық қораға байлап қояды екен. Бұл нәрсені бір кездері көзбен көріп, біраз уақыт шошып ұйықтай алмадым. Сонда әкем қатты ұрысып еді. Ол жаққа барушы болма, қорқып қаласың, деп жиі ескертсе де, балалықпен Бұжырбет қасапшының үйін торуылдауды қоймайтынбыз. Уақыт зырғып, біз де есейдік. Десе де, Бұжырбеттен әлі күнге дейін қорқатынбыз. Адамға еш зияны жоқ. Мал бағатын бақташы да болды. Өз ісіне мұқият, өте еңбекқор болатын. Өгей әкесі де пайғамбар жасына жетпей аурудан көз жұмды. Бұжырбеттен бөлек бауырлары да бар. Ұл қызы аралас. Соларды баққан осы еді. Өгей екенмін деп бауырларын, анасын тастамады. Бар тапқанын солардың аузына тықты. Байғұс анасы да ұлының шаңырақ көтерер жасқа жеткенін ойлап, келін іздеп көрді. Бірақ ешбірі Бұжырбетті күйеу баласы қылуға ниеттенбеді. Бұжырбет те өте тұйық, артық ауыз сөзі жоқ жан еді. Өз еркімен қыздарға сөз салу ол үшін қиын болды. Сыртқы түрінен қымсынып, сұр бойда қатанды. Бірақ еңбекқорлығының арқасында көп ұзамай Бұжырбеттен қасапшыға айналды. Қолы сондай жылдам еді. Ірі малды елдің еркегі бір сағатта әзер сойса, Бұжырбет 15 минутта сойып жіліктеп береді. Сол шапшаңдығы ауыл арасына таралып, мал сойылса Бұжырбетті сол үйден көретін болдық. Ауру қалса да әдет қалмайды демекші, есік алдына келген ит мысықты тірідей аяқ қолын шауып, қинауын әлі күнге дейін қоймады. Сол ішінде ауыл адамдары Бұжырбет қасапшыдан қорқады. Ауылдың үлкендері бірде: «Әй бала, ит мысықтың киесі бар, анау үй жағыңдағы бәрекетті жасама», деп айтқан көрінеді. Бұндайда Бұжырбет ешқандай да тіл қатпай, басын төмен салады екен. Мен де есейіп, оқу оқимын деп қалаға кеттім. Демалыста ауылға келгенде мына жаңалықты естіп таң қалдым. Бұжырбет өз тамағын өзі орып жіберді деп үйдегілер жарыс айтқанда, сенер сенбесімді білмей, не үшін өзіне қол жұмсаған дейсің бе, деп сұрай беріппін. Сонда әкем байыппен: «Ол баланы ит мысықтың киесі атты. Әдеттегідей шақырылған жерде мал сойып жатқанда, пышақ ұстаған қолымен абайсыз маңдайынан аққан терді сүртемін деп, өз тамағын өзі орып жіберді. Пышақ жүзі тамағына қарай тұрғанын өзі де байқамаған болуы керек. Ажалы ғой», деп сөзін аяқтады. Аз уақыт Бұжырбеттің оқиғасын ұмыта алмай жүрдім. Әттең, бала кезінде мейірімділік көріп өскенде, бұлай жас шағында өмірден озбас еді. Ешқандай қызық көрмеді ғой. Анасына да ашуым келді. Кішкентай баласы шырқырап азап шеккенде қорғап қалмады. Күнәһар болуына өгей әке мен анасы себепкер. Әйтпегенде пысық жігіт бір жанның ер азаматы болып өмір сүрер еді. Осы бір оқиғаны осы парақшаға айтуды жөн көрдім. Қанша әйел қазіргі таңда екінші күйеумен өмір сүреді. Байсыз өтсеңіздер де балаларыңызды қорғаңыздар. Қоғамдағы қатыгез, зұлым қылмыскерлер осындай қорлық көрген отбасынан шығып жатыр. Өсе сала ешкім қылмыскер болмайды. Бәрі бала кезден басталады.